қоғамда адамдардың білімді, өз мәселелерін өздері шешетіндей, сондай бір зейінді болғанын қалаймын. Сол үшін бір пайдамды тигізгім келеді бұл қоғамға. Басқа адамға жақсылық жасаумен, көрсетумен ол өзінің алдағы уақытта сол адамның жолы әрдайым ашық болады деп сенемін. Қоғамға жақсылық жасау деген, ол деген өзінің артынан рухани байлық қалдыру. Мен инструктормын, алғашқы көмек курсты өткізем. Соны өткізіп, елге үйрету үлкен бір нәтиже деп ойлаймын. Өзімнің қолымнан келетін қандай да бір іспен, әрекетпен, жақсы сөзімен қоғамда, қоғамның әрбір мүшесіне солай көмектесіп жүру деп санаймын. Волонтерлық осы жасап жүрген ісім көптеген өзгерістер әкелді. Адамдарға жүрегіңмен, өзіңнің ішіңдегі бар жан тәніңмен берілетін кішкене ғана бақытты қолдағы тағдырдан бақыт жасап алуды үйретті. Волонтерлік күшті өзгеріс алып келді. Себебі қазіргі менің осы волонтерлікке келген, қосылған ортам, менің қазіргі достарым, қазіргі көріп жатырған, бүкіл жасап жатырған жұмыстардың бәрі осы волонтерлікке келіп, адамдарға көмектесіп, ол әртүрлі жағдай болады. Сол әртүрлі жағдайда үлкен кісілерден ең бірінші бата алу. Осы менің қазіргі жағдайда керемет мен жолымды ашты деп сеніммен айта аламын. Өзінің ішкі дүниесі, рухани, мәдениеттік, мейірімдік, соның бәрі жасымыз келсе де, әлде де үлкейтіп, әлде де көбейтуге, сондай бір жағдайға, сондай бір дүниеге керемет бір үлес алып келді. Жаңа таныстықтар, жаңа алдағы жоспарлар, және өзімнің потенциалымды ашу, және өзіме деген құрмет, және қоғамда осы еріктілердің жұмысының алға қарай жүруіне өзімнің үлесімді қосу, сол әсер қалдырды маған. Мейірімді болып, қаншама адамдарға жақсылық үлесін қосу арқылы әлемді, қоғамды өзгерте алатынын білдіргім келеді. Ең үлкен мақсатым ол менің артынан өсіп келе жатырған 4 бүлдіршіннің осындай анасының жақсылық жолында жүргенін көре біле, балаларымның да болашақта әрдайым жақсылықпен, жаңа жолмен, жақсы жолмен жүретініне сенімдімін. Өзіміздің артымыздан ерген балаларымыз, немерелеріміз, жастарымызға мотиватор болу, үлгі болу. Қоғамда